Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, оқушылар және ата-аналар. Биыл даналықтың жауһары, даралықтың тарланы, 20 ғасырдың Гомері атанған Жамбыл Жабаевтың дүниеге келгеніне 175 жыл толуына орай ұйымдастырылып отырған 6-шы А сыныбының жыр алыбы Жамбыл атты тәрбие сағатын тамашалаңыздар. Биыл жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл. Жамбыл Жабаев 1846 жылғы ақпан айының 28 күні Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. Жамбылдың ақындық дарыны жас кезінен ақ таныла бастаған. Боз бала шағынан ортасын ән мен жырға кенелтіп, көршілес қырғыз еліне де даңқы жайылған. Сол кезде Жамбыл Жетісудың дүлдүл ақыны Сүйенбайға жолығып, оның батасын алады. Жамбыл шағым, жылқышы, шәбденге, сәт сайланарда, өстепкеде, патша мірі тарылды, зілді бұйрық сияқты өлеңінде елдің әлеуметтік саяси өмірін көрсеткен. Жамбылдың шығармалары әлемнің ондаған тіліне аударылып, дүние жүзіне тарады. Жамбыл көзінің тірісінде Кеңестік социалистік республикалар одағының мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанған. Жамбыл 1945 жылғы маусым айының 22-сінде Алматы облысының Ұзынағаш елді мекенінде 99 жасында дүниеден өтті. Ұлы қазақ даласында сан ғасырлық жолдан өткен жыраулық мектеп бар еді. Асан Қайғы, Қазтуған, Шалкез, Доспанбет, Жиенбет, Бұқар, Ақтанберді, Үмбетей, Сүйенбай сынды жыраулар өмір сүрді. Ауыз әдебиетінің алыбы Жамбыл Жабаев та осы жыраулық мектептің соңғы өкілі десе де болғанда еді. Ол, менің пірім Сүйенбай, сөз сөйлемен Сыйынбай деп өмірін өлеңге арнады. Атақты Майкөт пен Құлманбетті жеңіп, Жетісудың бірінші ақыны атанды. Елімнің жақсыларын таныстырған ой жырым, қызыл тілім, сенің арқаң деген Жамбыл баба қандай құрметке де лайық. Қақаған қар аралас соғып боран, елірей көк найзалы жау торыған. Байғара, Жамбыл ханда мен туыппын, Жамбыл деп қойылыпты атым содан. Еріксіз 18 жас мінгізді атқа, бір Жамбыл бөлінгенде екі жаққа. Бір жағы қайнап өскен қалың елім, бір жағы атқа мінген бай мен датқа. Құлманбетпен салыстым, күшті ақынмен алыстым, итермелеп манаптар, жыртысын жырттым намыстың. Уа әлеумет, құлақ сал, қария Жамбыл жырласын, мен сөйлемей, кім сөйлер, саманым менің сырласым. Дуадақ едім шөлі жоқ, аққу едім көлі жоқ, сыбызғы едім үні жоқ, асыл едім құны жоқ. Енді міне кім болдым, елі сүйер жыр болдым. Бәйгеден озып жүлде алған, шауып мүше күнді алған, өлеңнің кенін қазайын, бауырымды жазайын. Ленинградты көренім, мақтанышым сен едің, Нева өзенін сүйкімді, бұлағындай көремін. Атаңнан бата ал балам, арғымақ атқа мін балам, ақ сақалым желбіреп, артымнан қарап мен қалам. Батырлары халықтың қан майданнан тамбаған, жауға атылған оқтары найзағайдай ойнаған, ердің көрдім ерлігін, елдің көрдім бірлігін, ту астында таймаған. Қайт қызыл қасиеттің жолбарысым, Алатаудан ақырған, жауын жеңіп жапырған, Қарасайдай ұл туар, үлес соған қайтадан. Жүз жасаған жүректен, жырларымды түгейін, көктемнің күніндей, жауды жеңіп гүлім деп, келгеніңді көрейін, қаһарманым күнім деп, беттеріңнен өбейін. Жамбыл фольклоршы ақын. Жамбыл тек төкпе ақын емес, сонымен қатар тамаша жыршы да, күйші де болған. Ол қырғыздың әйгілі Манас, түрікменнің Көроғлы, шығыстың Ләйлі Мәжнүні, Жүсіп Зулейха тағы да басқа жыр қиссаларын жатқа сағаттап, тіпті тәулік бойы талмай жырлайтын болған. Жамбылдың сатиралық өлеңдері адам мінез құлқындағы, қоғамдағы ұнамсыздықты, жағымсыз әрекеттерді мінеген ащысын, өткір мысқылға толы. Олар Шағым, Есенәлі Мешкеге, Өсепкеде, Кәдірбайдың төбеті өлеңдері.
Жұрт аузына іліккен жас жамбыл, жетісудың дүлдүл ақыны Сүйінбайға жолығып, оның арқалы өнеріне құныға ден қойып батасын алады. Мұнан әрі жал-құйрығы сүрілген жүйріктей арындап сол кездегі Айкүміс, Бақтыбай, Досмағамбет, Құлмамбет сияқты айтыс ақындармен айтысқа түскен. Жамбылдың отаншыл өлеңдері. Атаның әлдиі, балаларға, балама хат, бесік жыры, жастық жыры, 100 жасаған жүректен, Ленинградтық өренім, туған ел, жаңа жыл сәлемі, Октябрь толғауы және Өтеген батыр, сұраншы батыр дастандары бар. Дәулетов Асланбек, Жамбыл Жабаевқа арнау. Бір ғасыр адамысың дара туған, қазағымның қорғанышы жыры болған. Ленинградтық өреңім деп жырлағанда солдаттардың кеудесінде рухы оянған. Сен үлгісің жаңа ғасыр жастарына, айтамыз бізде сені мақтан тұта. Өзіңді құрметтейді қалың қазақ, халқыңа жарық болдың қараңғыда. Өлеңдерің ойға салат адамды, саған қанап өнерге бастым қадамды. Дарасың сен, данасың да Жамбыл ата, есімің сенің әр қазақтың жадында. Алатаудың әйгілі Жамбылымын, Жамбылымын, өлеңі жырдың дария. Даңғылымын әйюгай, югай, югай, әйюгай. Биік ағаш басына қонып алып, таң атқанша сайраған. Бұлбұлымын әйюгай, югай, югай, әйюгай. Домбырасын қолғанысың, Жамбыл қардың аңқылдағы адамға. Көңлім жарқын әйюгай, югай, югай, әйюгай. Ой мені қырын аралап, жеті судың 10 жасымнан жайылған. Жамбылдан қым әйюгай, югай, югай, әйюгай. Таулатып жас болдың, судай тастық, енді бүгін амалсыз. Қардан астық әйюгай, югай, югай, әйюгай. Батқан күннің таудағы сәулесіндей кетіпсің ғой алыстап. Қайран жастық әйюгай, югай, югай, әйюгай. Югай, югай, әйюгай. Ақын Сәкен Сейфуллин Жамбыл жырлары теңіз түбінде шашылып жатқан маржан сықылды. Оны жинап алып, халықтың қолына беру біздің әр қайсымыздың адамзаттық борышымыз деген екен. Сондықтан Жамбыл жырларын, өмірін біліп, өнегелі өмірі мен сөздерінен үлгі алуымыз керек. Сабағымызды тұңғыш елбасы
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мына сөзімен қорытындыласақ: егер біз жамбыл даналығын тәу етіп, ұлылығын ұлағат тұтып жатсақ, оның басты себебі жамбыл арманының адамзаттық арман аңсарымен ұласып жатқандығында. Сондықтан да қазақтың жамбылына адамзаттың жамбылы ретінде құрмет көрсетіп, өлмес рухының алдында басымызды иеміз.